Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін С тобындағы есептерді шығарамыз. 89-шы есеп. Берілген екі пропорцияның әрқайсысы тура болатын А-ның және Б-ның мәндерін табыңдар дейді. Бірінші пропорциямызда Б-ның 12-ке қатынасы тең 2,4-тің 3-ке қатынасы берілген, я. Осы жерден Б-ның мәнін табуымыз керек. Ол үшін көбелектер әдісі арқылы көбейтеміз, яғни пропорцияның негізгі қасиеті бойынша ішкі мүшелердің, яғни ортаңғы мүшелердің шеткі мүшелеріне көбейтеміз. Сонда b-ны 3-ке көбейтсек 3b болады, тең 12-ні 2,4-ке көбейтіп жазамыз. Сонда 3b тең болады, 12-ні 2,4-ке көбейтсек 28,8 шығады екен. Енді b-ны табу үшін 28,8-ді 3-ке бөлеміз. Сонда 9,6 болады. Енді осы тапқан b-ның мәнін мына жерде екінші пропорциядағы b-ның орнына әкеліп қоямыз. Сонда a-ның 9,6-ға қатынасы тең 5-тің 6-ға қатынасы болады екен. Тағы да бұны көбелектер әдісі арқылы көбейтеміз. a-ны 6-ға көбейтсек 6a болады, тең 9,6 көбейту 5 деп жазамыз. Сонда 6a тең болады, 9,6-ны 5-ке көбейтсек 48 шығады. A-ны табу үшін 48-ді 6-ға бөле саламыз. Сонда бізде 8 болады екен. Яғни бірінші тапсырма бойынша A-ның мәні 8-ге тең, B-ның мәні 9,6-ға тең болады екен. Екінші есепті де дәл осылай шығарамыз. Яғни B-ның 0,5-ке қатынасы тең 8,4-тің 3-ке қатынасы. Осы пропорцияны пропорцияның қасиеттері бойынша көбейтеміз. 3-ті b-ға көбейтсек 3b болады, 0,5-ті 8,4-ке көбейтіп жазып қоямыз. Сонда 3b тең болады, 8,4-ті 0,5-ке көбейтсек 4,2 болады. Яғни кез келген санды 0,5-ке көбейтсек, сол санның жартысын аламыз деген сөз. Енді b-ны табу үшін 4,2-ні 3-ке бөлеміз. Сол кезде 1,4 шығады екен. Енді осы тауып алған b-ның мәнін екінші пропорциядағы b-ның орнына әкеліп қоямыз. Сонда a-ның 2,3-тен 1-ге қатынасы тең болады 1,4. Яғни мына жердегі b-ның орнына 1,4 тауып жазамыз. 1,4-тің 1,6-тан 1-ге қатынасы деген пропорцияны аламыз. Енді осы жерден біз a-ның мәнін табу керек. A-ның мәнін табу үшін a-ны 1,6-тан 1-ге көбейтеміз. Яғни 1,6-тан 1a болады. Тең 2,3-тен 1-ді 1,4-ке көбейтіп жазамыз. 1,4-ті мен араластыру түрінде жаздым, яғни 1,5-тен 2 деп. Сонда 1,6-тан 1a тең болады. Екі араластырды көбейткен кезде оларды бұрыс бөлшекке келтіріп аламыз. Сонда 3-тен 7 көбейтілген 5-тен 7 болады. Алымын бөлімін бөліміне көбейтетін болсақ, бізде 15-тен 49 деген бөлшек шығады екен. Енді a-ның мәнін табу үшін осы 49-дың 15-ке қатынасын 1,6-тан 1-ге бөлеміз. Сонда a тең болады. Жай бөлшектерді бөлген кезде бірінші бөлшек өзгеріссіз жазылады, яғни 15-тен 49 бөлшек өзгеріссіз жазылады, көбейтілген. Мына аралас-санды біз бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 6-тан 7 болады. Сонда 6-тан 7-нің кері санын аламыз, онда 7-тен 6 болады деген сөз. Сонда 49 бен 7-ні 7-ге қысқартамыз. 7-ні 7-ге бөлсек 1 болады, 49-ды 7-ге бөлсек 7 болады. Енді 15 пен 6-ны 3-ке қысқартамыз. 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады, 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады. Енді алымындағы тұрған сандарды көбейтіп алымына, бөлімінде тұрған сандарды көбейтіп бөліміне жазамыз. Сонда алымында 7 көбейтілген 2 бар, яғни 14 болады, бөлімінде 5 көбейтілген 1 бар, 5 болады. Сонда 14-ті 5-ке бөлетін болсақ, a-ның мәні 2,8 болады екен. Келесі 90-шы есеп. X-ті табыңдар дейді. Дәл жаңағыдай пропорцияның қасиеттері бойынша ортаңғы мүшесін шеткі мүшесіне көбейтіп жазамыз, яғни көбелектер әдісі арқылы шығарамыз. Сонда 2x плюс 1-ді 0,165-ке көбейтіп жазамыз. Келесі 90-шы есеп, x-ті табыңдар дейді. Мұнда 2x плюс 1-дің 1,3-ке қатынасы тең ол 2,5-тің 0,165-ке қатынасы берілген. Енді көбелек әдісі арқылы көбейтеміз. 2x плюс 1-ді 0,165-ке көбейтіп жазып аламыз. Тең болады 1,3-ті 2,5-ке көбейтіп жазамыз. Енді 2x плюс 1-дің өзін қалдырамызда 1,3 көбейту 2,5-тің мәнін 0,165-ке бөлеміз. Сол кезде 2x плюс 1 тең бізде 5 болады. Бұдан плюс 1-ді біз теңдіктің
оң жағына өткізіп жібереміз, сонда 2х қана қалады, сол жағында тең болады. 5-тен мына 1-ді азайтып тастаймыз, 4 шығады. Сонда х тең 4-ті 2-ге бөлеміз, 2 болады екен. Келесі екінші есебі дәл осылай болады. 4х минус 1,9 көбейтілген 13 болады, тең 3,125 көбейту 0,4 болады. Енді 4х минус 19-ды қалдырамыз, тең қоямыз да 3,125 көбейту 0,4-тің мәнін 13-ке бөліп тастаймыз. Сонда 4х азайтылған 19 тең 0,1 шығады екен. 4х-тің өзін қалдырамыз да, минус 19-ды теңдіктің оң жағына өткіземіз. Сол кезде ол плюс 19 болып барады. 19-ға 0,1-ді қосатын болсақ, 19,1 шығады. Сонда х-ті табу үшін 19,1-ді 4-ке бөле саламыз. Сол кезде 4,775 шығады екен. Келесі үшінші есепте 3х плюс 1 көбейту 2,7 болады, тең 1,5-тен 1 көбейту 9 болады. 3х плюс 1-дің өзін қалдырамыз. 1,5-тен 1-ді мен ондық бөлшек түрінде 1,2 деп алдым. Көбейтілген 9. Осы екеуін көбейткен кездегі мәнді 2,7-ге бөлеміз. Сол кезде 4 шығады. 3х плюс 1 тең 4 болады. Плюс 1-ді теңдіктің оң жағына өткізіп жібереміз. 4 азайту 1, 3 болады. Сонда 3х тең 3. Бұдан х табу үшін 3-ті 3-ке бөле саламыз, 1 болады екен. Келесі төртінші есебі. 6х плюс 1-ді көбейтеміз 1,5-тен 4-ке, тең болады 2,5-ті көбейтеміз 7,2-ге. Сонда 6х плюс 1-ді қалдырамыз, тең 2,5-ті 7,2-ге көбейтіп 1,5-тен 4-ке бөлеміз. Бұл жердегі 1,5-тен 4-ті ондық бөлшекке айналдырып жазамыз, сонда 1,8 болады. Сонда 6х плюс 1 тең 10-ға болады. Плюс 1-ді теңдіктің оң жағына өткізіп жібереміз, сонда минус 1 болып барады. 10-нан 1-ді азайтсақ 9 болады. Сонда 6х тең 9 болады екен. Одан х-ті табу үшін 9-ды 6-ға бөлеміз, 1,5 болады. Келесі 5-ші есеп. 3х плюс 0,6-ны көбейтеміз 1,5-тен 4-ке, тең болады 6 көбейтілген 2,188. 3х плюс 0,6 тең болады 6-ны 2,188-ге көбейтеміз, шыққан мәнді 1,8-ге бөлеміз. Яғни 1,5-тен 4-ті мен ондық бөлшек айналдырдым, сонда 1,8 болады. Сонда 3х плюс 0,6 тең мына жақты есептеген кезде 9,16 шығады. 3х плюс 0,6 тең 9,16 болды. Енді 3х тең болады 9,16 азайтамыз 0,16-ға. Сол кезде 9 шығады. х-ті табу үшін 9-ды 3-ке бөле саламыз. Сонда 3-ке тең болады екен. Келесі 6-шы есеп. х минус 2,8 көбейту 8-ден 3 тең 0,6 көбейту 0,175 болады. х минус 2,8 тең дейміз да 0,16-ны 0,175-ке көбейткендегі мәнді 0,375-ке бөлеміз. Бұл жердегі 0,375 дегеніміз мына 8-ден 3, яғни 3-ті 8-ге бөліп тастадым да, ондық бөлшек түрінде жаздым. Сонда х минус 2,8 тең болады 1,12-ке. х-ті табу үшін 1,12-ні 2,8-ге қосамыз, сол кезде 4 болады екен. Келесі 91-ші есеп. Мирас 195 санын 20%-ке кемітті де, оның 75%-ін есептеп тапты. Мирас қандай санды есептеп тапты? 195 санын 20%-ке кемітті дейді. Яғни 100%-ды 20%-ға кемітсе, бізде ол 80% болады. Сонда 195 көбейтілген 100%-дан 85% деп аламыз. Яғни 100-ден 80 деп аламыз. Сол кезде 195-ті 80-ге көбейтеміз, 100-ге бөлеміз, сонда 156 болады екен. Енді осы 156-ны 100% деп аламыз, ал 75%-ын есептеп тапты деп тұр, яғни 75%-ды х деп аламыз. Бұл жерде пайыздың астына пайыз жазылады. Сонда х табу үшін пропорция арқылы көбейтеміз, х-ті 100-ге көбейтеміз, 156-ны 75-ге көбейтеміз. Одан кейін 156-ны 75-ге көбейтіп, шыққан мәнді 100-ге бөле саламыз. Сол кезде х-іміз 117-ге тең болады екен. Яғни 117 деген санды есептеп тапқан екен. Келесі 92. Массасы 0,9 кг жүктен ені 1,5 метр, ұзындығы 3 метр мата тоқылады. Массасы 6,3 кг жүктен тоқылған ені
1,2 метр матаның ұзындығы неше дейді. Яғни бізде ауданын табу үшін, матаның ауданын табу үшін енін ұзындығына көбейтеміз, иә. Сонда ені 1,5 болса, ұзындығы 3 болса, оның ауданы 1,5-ті 3-ке көбейтеміз, 4,5 болады екен, иә. Ал екіншісінің ауданы бізде ені 1,2, ал ұзындығы белгісіз. Сондықтан 1,2 көбейту x деп аламыз. Енді 0,9-ды 0,9 килограммды, яғни массасы 0,9 килограмм жіпті 4,5 деп аламыз, ал 6,3 килограммды біз 1,2 x деп аламыз. Пропорция бойынша көбейтетін болсақ, 0,9 көбейтілген 1,2 x тең болады 6,3 көбейтілген 4,5, иә. Сонда көбейтсек, 1,2 0,9-ға көбейтсек 1,8 болады, және көбейту x болады. Тең болады 4,5-ті 6,3-ге көбейтеміз, сонда 28,135 шығады. X-ті табу үшін 28,135-ті 1,108-ге бөлеміз, сонда 26,125 шығады екен. Келесі 93-ші есеп. Жұмысшылар 3 күнде ені 10 метр көпірдің 360 метрін жасап бітірді. Олар 8 күнде ені 12 метр көпірдің қандай ұзындығын жасап бітіреді? Сонда 3 күнде ол 3 күнді біз 10 көбейту 360 деп аламыз. Яғни ені 10 метр болса, оның ұзындығы 360 деп аламыз, иә. Сонда 8 күнде болса, ол біз 12 ені болады, 12 метр ені болады, ал ұзындығын біз белгісіз деп аламыз. Енді көбейтеміз. 3-ті көбейтеміз 12x-қа, сонда 36x болады. 8-ді көбейтеміз 10 көбейтілген 360-қа. Сонда 28,800 болады екен. X-ті табу үшін 28,800-ді 36-ға бөлеміз, сонда 800 болады екен. Келесі 94-ші есеп. Ауданы 5 метр квадрат ас пісіретін бөлменің еденіне төсеу үшін ені 5-2 метр тақтайдан, ұзындығы 15 метр тақтай жұмсалды. Ауданы 8 метр квадрат бөлменің еденіне төсеу үшін ені 0,125 метр, неше метр тақтай қажет болады. Яғни ауданы 5 метр квадратты біз 5-2 көбейту 15 деп аламыз. Яғни бұл жерде ені 5-2 болып тұр, ал ұзындығы 15 болып тұр. Ені мен ұзындығын көбейтсек, бізде ол ауданын береді, иә. Сондықтан екеуін теңестіреміз. Сонда ары қарай 8 метр квадраттың біз 8 метр квадратты 0,125 көбейтілу x деп аламыз. Бұл жерде 0,125 ені, ал x бізде ұзындығы. Осы бойынша пропорция құрамыз енді. Сонда 5-ті көбейтеміз 0,125x-қа, сонда 1,125x болады. 8-ді көбейтеміз, онда 5 пен 15-ті қысқартып тастаймыз, сонда 5-ке 1-ден болады, 15-ке 3-ден болады. Сонда 3-ті 2-ге бөлсек 6, иә. 6-ны 8-ге көбейтеміз, 48 шығады екен. X-ті табу үшін осы 48-ді 1,125-ке бөлеміз, сонда 38,4 шығады екен. Келесі 95-ші есеп. Цехтағы 8 жұмысшы 6 күнде тапсырманың 9-дан 4-ін орындады. Қалған тапсырманы 5 күнде орындау үшін цехқа тағыда неше жұмысшы қабылдау керек? Яғни 8 жұмысшы 6 күнде, яғни 8 жұмысшыны 6 күнге көбейтеміз, 9-дан 4 тапсырманы орындады дейміз. Одан кейін неше жұмысшы деген бізде белгісіз, x деп аламыз, көбейтеміз. 5 күнде орындады қалған тапсырманы, көбейту 5 дейміз. Ол, яғни бізде қалған тапсырма 9-дан 5 болады. Барлық тапсырманы 1 деп алатын болсақ, 1-ден 9-дан 4 азайтамыз, сол кезде 9-дан 5 шығады. Енді пропорция арқылы көбейтеміз. 5-ті x-ға көбейтсек 5x, оны 9-дан 4-ке көбейтіп жазамыз. Тең болады, мына 6-8, 48, 48-ді 9-дан 5-ке көбейтіп жазамыз. Енді 5-ті 9-дан 4-ке көбейтетін болсақ, 9-дан 20 шығады. Яғни қасына x-ті көбейту ретінде жазамыз, 9-дан 20 x болады. Тең, мына жақты есептейтін болсақ, бізде 9-дан 240 болады. X-ті табу үшін 9-дан 240-ты 9-дан 20-ға бөлеміз. Сол кезде бірінші бөлшектің өзі қалады, яғни 9-дан 240 көбейтілген екінші бөлшектің керісі 20-дан 9 болады. Сонда қысқартуларды орындайтын болсақ, бізде x тең 12-ге болады екен. Енді
12-ден бастапқы 8 жұмысшыны азайтып тастасақ 4 жұмысы, яғни бізге 4 жұмысшы алу керек болады екен. Келесі 96-шы есеп. Бірінші салтатты адамның жылдамдығының екінші салтатты адамның жылдамдығына қатынасы 5-тен 2-ның 20-дан 7-ге қатынасындай. Бірінші салтатты адамның жылдамдығы екінші салтатты адамның жылдамдығынан 1,5 км/сағатқа артық. Бірінші салтатты адамның жылдамдығын табыңдар дейді. Яғни бұл жерде бір с дегеніміз ол бірінші салтатты, екінші дегеніміз ол екінші салтатты. Яғни бірінші салтаттың екінші салтаттыға жылдамдықтардың қатынасы 5-тен 2-ның 20-дан 7-ге қатынасындай болады екен. Енді бізде бірінші салтатты адамның жылдамдығы екінші салтаттың жылдамдығынан 1,5 км/сағатқа артық болғандықтан бірінші салтатты тең болады екінші салтаттың жылдамдығымен, қосамыз оған тағы да 1,5 км/сағатта. Сол кезде бізде бірінші салтаттың жылдамдығын екінші салтаттың жылдамдығына азайтсақ 1,5-ге тең деп аламыз. Енді яғни сонда 5-тен 2-ден азайтамыз 20-дан 7-ні. Сол кезде ортақ бөлімі 20 болады, 20-ны 5-ке бөлсек 4, 20-ны 20-ға бөлсек 1, 2-ні 4-ке көйтеміз 8, одан мына 7-ні азайтып тастаймыз, сонда 1, яғни 20-дан 1 шығады екен. Осы 20-дан 1-ді біз 1,5 км/сағатқа теңестіреміз, ал бірінші салтаттының жылдамдығын табу керек, сондықтан бірінші салтатының қатынасын аламыз, яғни 5-тен 2-ні біз x деп аламыз. Енді пропорция бойынша көбейтетін болсақ, 20-дан 1-ді x-қа көбейтеміз, 20-дан 1 x, ал екіншісін 5-тен 2 көбейту 1,5 деп аламыз. X-ті табу үшін осы 5-тен 2 көбейтілген 1,5-ті 20-дан 1-ге бөлеміз. Сол кезде 5-тен 2 көбейтілген 1,5-ті мен 10-нан 15 деп алдым. Содан кейін қысқартуларды орындаймыз. Сонда алымында бізде 8-ден 3 шығады. Көбейтілген екінші бөлшектің керісі болады, яғни 1-ден 20, сол кезде x-міз 12-ге тең болады екен. 97-ші есеп. 4 комбайн бір күнде 56 гектар жердің егінін жинады. 3 комбайн 3 күнде неше гектар жердің егінін жинайды. Яғни 4 комбайн көбейтілген бір күн, ол 56 гектарды жинады. Енді 3 комбайн көбейту 3 күн болады, ол бізде неше гектар екен белгісіз, x деп аламыз. Енді пропорция бойынша көбейтеміз. 4-ке 1-ді көбейтсек 4, оны мына x-ға көбейтеміз, 4x болады. Тең 3-ті 3-ке көбейтеміз 9, 9-ды 56-ға көбейтсек 504 болады екен. X-ті табу үшін осы 504-ті 4-ке бөліп тастаймыз, сонда 126 шығады екен. Келесі 98-ші есеп. Ньютонның жалпы арифметикасынан көшіріп жазушы 8 күнде 15 бетті көшіріп жазады. 400 бетті 9 күнде көшіріп жазу үшін неше көшіріп жазушы қажет? Яғни бір жазушыны көбейтеміз 8 күнге, ол бізде 15 бетті орындады деп теңестіреміз. Одан кейін бізде неше көшіруші бар екен белгісіз, оны x деп аламыз, көбейтілген 9 күнде, 9 күнде бітіреді жазып, сол кезде олар 405 бетті бітіреді, сонда оны 405 бетке теңестіреміз. Енді пропорция бойынша көбейтсек, x-ті 9-ға көбейтсек 9x, 9x-ті 15-ке көбейтеміз, 135 x болады. Тең болады, мұнда 1-ді 8-ге көбейтсек 8, 8-ді 405-ке көбейтсек 3240 болады екен. X-ті табу үшін 3240-ты 135-ке бөлеміз. Сол кезде x-міз 24-ке тең болады екен.